Мұхтардың сүндет шайқасы. Ертегі. Ертеде ел арасында ақылды, бірақ қолығы 40 кісіге жететін бір бала өмір сүріпті. Аты Мұхтар. Бірақ ауыл оны Мұхтарбай деп атайтын. Өйткені не істесе де бір бәле шығаратын. Бір күні Мұхтардың шешесі: «Балау, саған үлкен той жасаймыз» деп күлімдеді. «Ура, туған күнім бе?» деп қуанып кетті Мұхтар. «Жоқ, сүндет тойың» деді шешесі. Мұхтардың күлкісі лезде жоғалып, түрі сұрланып, терлеп сала берді. «Қайдам апа, мен әлі дайын емеспін, әлде келесі жылы жасайық па?» деп жалтақтапты. Бірақ бұл бос әңгіме. Ауыл ақсақалдары жиналып кеңес құрып қойған. Мал сойылып, қазан асылып, Мұхтарбай ер жетті деген хабар бүкіл ауылға тарады. Той басталды, жорға шапты, жігіттер арқан тартты, ал Мұхтар болса жер түреде тағылып жатты. «Мені ұстап берсең де өсіп кетем» деп інісіне 300 теңге беріп жолдан тайдырмақ болады. «Екі сиыр бір лақ берем, тек айтпа» дейді үлкен әпкесіне. Бірақ сүндет той деген оңай ма? Ауылда 2 адам қашып құтылған екен, олар да кейін қайта ұсталған. Сондықтан ауылдың сүндетшісі атақты Қылышбай ата Мұхтарды іздеуге шығады. Қылышбай ата дегеніңіз жай ғана сүндетші емес, шын мәнінде көпті көрген майдангер. Тіпті ел арасында оны қолының дірілі жоқ лазердей дәлдейді. Ақыры Мұхтарды тауып алады, жетектеп алаңға алып келеді. Бүкіл ауыл қарап отыр. Балапан, қорықпа, бұл батыр болу салты. Батыр болмасам да болар еді» деп күбірлейді Мұхтар. Сонда ауылдың ең кәрі кемпірі 97-дегі Айша әже: «Менің де адамды сүндетке Қылышбай істеген, енді депутат болды» депті. Мұхтар ойланып: «Жарайды, депутат болсам, сүндетке де көнейін» деп көзін жұмып жүрегін бекітеді. Тарс дегенде қасындағы сиыр мөңіреп жіберіпті. Ал Мұхтар болса: «Болды ма?» деп көзін ашыпты. «Болды, енді сен ер азаматсың» деп Қылышбай ата қолын жуған екен. Сол күнден бастап Мұхтар жаяу жүрсе де жеңіске жеткен генералдай кеудесін көтеріп жүретін болыпты.